Әділетсіздікке кімнің жаны күйземейді дейсің, бәріміздің жанымыз күйзелді. Бұл деген барып тұрған әділетсіздік қой. Өздері заңды белшесінен маған қай күні прокурорге айтқан, сендер дейді мына Қытай мен қазақтың екі ортасына бірігіп жасап отыр бұл жұмысты деп айтқасыңдар дейді. Ол дәлелденбеген дейді. Әлі үкім шыққан жоқ дейді. Дәлелі осы ғой. Сонда бәрі өз көзқарасын ғана білдірді ғой, азаматтық көзқарасын ғана білдіріп тұр. Сонда азаматтық көзқарасын білдірген азаматтың бәрін ұстап, қамап, үстіп соттай берсе, Қазақстанда адам қалмай қалатын шығар онда. Сон бұл не деген әділетсіздік, масқаралық сот бұл. Адам өртенген жоқ, о жерде біреу зардап чеккен жоқ, ешкімге зиян келген жоқ қой. Соғысша 5 жылға бас бостандығынан айыратын соншама азаматты. Бәрінің отбасында бала-шаға семьясы бар. Өзінің халқын біресе ескерусіз оғат деп қырып тастаса, енді біресе мына ұқсап Қытайға жығып беріп отыр шындығында. Басқа артық ештеңе жоқ бұл жерде. Сонда кімге сенеміз біз? Кімге сенеміз? Қытайдың зұлымдығы өтірік емес қой, сол жердегі жасап отырған геностигі, Шинжаңдағы азылтсанды ұлттарға жасап отырған геностигі өтірік емес. Ол жердегі екі қазақтың бәрі біледі. Мен өз азаматтық көзқарасымды айтып отырмын. Мені де соттайтын шығар әзір апарып, мынадардың жақтасы екенсің ата жұрттың деп. Ата жұрттың жақтасы болғанның бәрін соттасын миллиондап, 2 миллиондап, 3 миллиондап. Бәріміз барымыз. Қолдаймыз ата жұртты. Не бопты? Сонда көзқарасын білдірсе, сонда көзқарасын білдірген азаматтың барлығын үстіп қамай бере ма?